Қазақмыс корпорациясы Қазақстандық өнім жасаймыз атты форумды осымен 5-ші рет өткізіп отыр. Биылғы жылы компания мен тауар өндірушілер арасындағы диалогқа 600-ден астам өкіл қатысты. Олардың арасында тауар өндірушілер, даму институттары, қаржы институттары, сондай-ақ орталық және жергілікті мемлекеттік органдардың өкілдері де бар. Форум дүниеге келгелі бері 5 жылда оған 2700-ден астам адам қатысқан. Осы уақыт аралығында Қазақмыс отандық компаниялардан жалпы құны 560 миллиард теңгеден асатын тауарлар, жұмыс пен қызмет түрлерін сатып алды. Ал Қазақмыс тұтынатын тауарлардың арасында отандық өнімдердің үлесі 67%-дан асып жығылады. Біз Жезқазғанда Балқашта шағын және орта бизнес қауымдастығын құрдық. Ондағы мақсатымыз не? Қауымдастыққа кірген кәсіпкерлер Қазақмыс корпорациясымен кепілденген келісімшарттар бекіту мүмкіндігіне ие болды. Біріншіден, біз Жезқазғанда Балқашта жұмыс орындарын ашатын компанияларға басымдық береміз. Біздің міндетіміз оларға мүмкіндігінше қол ұшын беру, олардың ертеңде сауда жасап, өз өнімдерін Қазақстан нарығына шығаруына қолдау көрсету. Біздің міндетіміз осы. Өйткені Жезқазған мен Балқаштың өмірі 90%-ға қаладағы негізгі кәсіпорынға тәуелді. Қазақмыс тобы қазақстандық өнім үлесін арттыру бағытында жұмыс істеп жатыр. Бұл туралы Қазақмыс Ньюстың YouTube-дағы ресми арнасынан Қазақстанда жасалған, Қазақмыспен бірге жасалған атты 2 бөлімді арнайы фильмде нақтырақ баяндалған.